Барлықтарыңызға сәлем достар, біз қазір сіздермен бірге дәл осындай видеоны, яғни трендте видеоны қалай жасалатынын бірге көрсететін болам. Олай болса, кеттік бірінші видеоны көріп алайық. Қазір біз осындайдың бір түрін жасап көретін боламыз. Олай болса, кеттік. Яғни қалай шығатынын білу үшін видеоны аяғына дейін көреміз. Және де тіркелуді және комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Олай болса, кеттік. Ол үшін біз ең біріншіден біз осындай браузерге кіреміз. Браузерге кіремізде ішіне piclumen.ai деп жазамыз. Яғни осындай нейросет. Бұл жерден біз қазір ең бірінші біз фотоға описание береміз. Яғни промпт деп айтсақ та болады. Сол описание арқылы біз фото аламыз. Сайтқа кіреміз. Generated for free. Одан кейін сіздерде мына жерде Google аккаунт болса, сол Google аккаунтпен кіргендеріңіз дұрыс. Регистрация жасаймыз. Автоматически кіреді Google аккаунтпен. Create'ті басамыз. Мына жерге describe your image дейді. Сол жерге біз описание жазамыз. Create'ті басамыз. Одан кейін мына жерге біз описаниеде мен қалдырып кетем, яғни промпт болады. Промптты мен описание қалдырып кетем. Сол жерден алсаңыздар болады. Промптты жазамыз. Одан кейін біз мына жерде форматын таңдаймыз. Оң жағында, яғни 9:16. Одан бізге 2 штук керек болады. Екеуін таңдаймыз осылай. Одан кейін create'ті басамыз. Одан кейін бізге осы жерге 2 фотомыз шығарып беретін болады. Сохранить етеміз. Разрешить. Сохранить. Одан кейін яғни енді біз бұл видеоны біз тірілту үшін, яғни кәдімгідей мысықтың кесіп атқанын көрсету үшін видео айға кіреміз. Бұл тоже нейросеть. Try video. Image to видеоны таңдаймыз. Бұл жерде де бізде Google аккаунт таңдау керек болады. Мына жерге жаңа өзіміздің суретімізді таңдаймыз. Бірінші сурет. Одан кейін бізде екінші сурет. Екі суретімізді осылай таңдап алдық. Яғни мына жерде біз 8 секунд 720 және нелерін таңдай алмаймыз. Себебі бізде шектеу бар болып тұратыны. Қазір create'ті басамыз и күтеміз. Егер сіздер осындай видеоларды жоғары качествода алғыларыңыз келсе, яғни міндетті түрде сатып алу керек болады. Ол жерде енді примерно $20, $30 әр нейросетте әр түрлі. Енді дальше ары қарай осы нейросетпен жұмыс жасаймын десеңіздер, сатып алуға кеңес беремін. Қазір бізде бұл бесплатный версиясы болғандықтан бізде качествосы онша емес болуы мүмкін. Өйткені мына жерде уже айтып тұр, уже 4 секунд қана, және speed, medium качествода тоже деген секілді. Одан кейін 1080-720-ға келтіру үшін біз платный версиясын қолдануымыз керек. Міне бізде результат дайын болды. Қазір сохранить етеміз. Сосын бірге көреміз. Сохранить етілді. Вот, вуаля. Біздің видеомыз дайын. Яғни бұл видео пайдалы болса, осы каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Алда бұдан да бөлек жақсы туториалдар және сабақтар шығып отырады.